Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бөлім тақырыбы денсаулық зор байлық. Оқу мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. Бірінші сабақ. Сабақтың тақырыбы дәрумендер, денсаулық кепілі. Сабақ мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. Бағалау критерийі. Тыңдалым материалдары бойынша жауап береді. Негізгі ақпаратты анықтайды. Сурет арқылы мәтін құрастырады. Берілген ақпарат көздері арқылы ойлау қабілетін дамытады. Сабағымызды біз кіріспе бөлімінен бастаймыз. Жаңа сөздер. Құпия, секрет, дәрумендер, витамины, көңіл күй, настроение, тазалық, чистота, тұтыну қажет, употреблять, құрамы, состав, емдік, лечебный, ағза, организм, жеңіл қорытылады, легко переваривается, бұрын, коса, жылатады, заставляет плакать. Келесі бізде ой шақыру стратегиясы. Балалар, мына суреттерге қарағанда сіздерге қандай ой салды? Ойланайық. Бұл тапсырманың бағалау критерийі. Суреттер бойынша сұраққа жауап беру. Дескриптор суреттер бойынша сұраққа жауап бере отырып, ойларын жеткізеді. Ал кәне балалар, ойланамыз. Суретте біз не көріп тұрмыз, балалар? Спорт, дәрумендер, тазалық және көңіл күй. Сонда бұл суреттердің барлығы нені білдіреді екен? Иә, бұл суреттер денсаулық құпиялары дегенді білдіреді екен. Келесі бізде негізгі бөлім. Суретпен жұмыс. Балалар, осы суреттер арқылы енді сіздер әңгіме құрайсыздар. Бағалау критерийі. Берілген суреттер арқылы мәтін құрастыру. Дескриптор суреттерді пайдаланып мәтін құрастырады. Балалар, егер де жауаптарыңыз дайын болса, онда ықтимал жауаптармен салыстырып көрейік. Өз-өзіңді тексер. Әрбір адам өз денсаулығына жақсы қарау керек. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болады. Олар еңбекке құлшына кіріседі. Халқымыз дені саудың жаны сау деп бекер айтпаған. Жеміс-жидек пен көкөністерді өз қажетінше көп жеу керек. Олар дәрумендер мен пайдалы заттарға бай. Олардың құрамындағы дәрумендер адам бойының өсуіне, ағзалардың дұрыс дамуына әсер етеді. Сондай-ақ, олар көздің көруінің жақсаруына көмектеседі. Жарайсыздар, балалар, сіздердің де жауаптарыңыз осылай болды деп сенемін. Келесі бізде оқулықпен жұмыс. Балалар, оқулықтың 8-ші бетіндегі бірінші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, сөйлем құрап жазыңдар. Яғни, суреттің орнына тиісті сөздерді қойып шығамыз. Ал кәне балалар, ойланамыз. Бұл тапсырманың бағалау критерийі берілген суреттер арқылы сөйлемдерді дұрыс құрастыру. Дескриптор суреттерді орынды пайдаланып, сөйлемдерді құрастырады.
Балалар, егер де тапсырманы орындап болсақ, онда өз-өзіңді тексер. Мен дүкеннен қияр сатып алдым. Орам жапырақтың жапырағы көп болады. Сәбіздің құрамында бой өсіретін дәрумендер бар. Пияздың емдік қасиеті бар. Жарайсыздар балалар, сіздердің де жауаптарыңыз осылай болды деп сенемін. Келесі бізде қорытынды бөлім. Яғни біз бүгінгі сабағымызды сөз жұмбақты шешу арқылы қорытамыз. Мына берілген сөздерді орыс тілінен қазақ тіліне аударғанда бізде осы дәрумендер деген сөзді шығу керек. Ойланайық балалар. Тапсырманың критерийі ойлау қабілеті арқылы сөз жұмбақты шешу. Дискриптор аударма сөздік арқылы сөз жұмбақты шешеді. Балалар, болсақ онда өз-өзімізді тексерейік. Балалар, сіздердің де жауаптарыңыз осылай болды деп ойлаймын. Жарайсыздар балалар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.